ұшайын десем, қасымда нағыз отыр. Екеуміз бірге ұшып бара жатырмыз. Сені көрсетейін дедім. Көрсетейін дедім. Мына Флайарстардың жеті атасымен боқтап жіберейін ба десе. 1.45-те біз ұшу керек еді. Оны білгенде жаңағы сумкамда деп әлі айтып отырғанмын багажымда. Таксиге салып жіберетін болдым. Бір 30 минутқа кешкейін деп жатыр. Келіп отырмыз. Есікті қайтадан ашты білгенде жауап болған соң. Ол енді ұшпаймын. Флайарстан. Таксимен барам болды. Неисправный блок, и мы полетим. Прошу проявить терпение. Спасибо. Қайсың бармасын деп қарағам мені. Ал біз Шымкентке жеттік деп айтайын, сен жеткен жоқпыз әлі. Күтіп. Енді қазір Шымкент осылайын деп жатыр. Жөнделмеді ау деп. Қазір аэропортқа қайтып бара жатырмыз. Шымкентке жететін уақытымыз болды, білмеймін қайсыға қалып бергесіңдер. Қатсап болған өміріміздегі шу болып кәдімгідей әрең кетті. Десек, түрлері қарсы. Бізде бітпейтін энергия? Бізде жаусын. Алдым ғой? Мына түрлері қараңдар. Любимый просто кофе. Это очень вкусный кофе. Крайний раз я пила его в Астане. Достар, қалайсыздар? Мен эфирге дайынмын. Менде бүгін осындай күшті прическа. Наталья жасап берді, және де өте әдемі нежный макияж Альмира ханымнан. Өзіме қатты ұнап тұр. Күндеріңіз сәтті өтсін. Барлықтарыңызды қатты жақсы көремін. Және де 14:30-да Құдай қаласа тікелей эфирде Евразия бірінші арнасында кездесеміз. Достар, қараңыздаршы, маған макияж өте қатты ұнап тұр. Өте нежный и в то же время праздничный. Альмира ханымға үлкен рахмет, біздің визажист. Және де менің прическам от топ-мастера по волосам от Натальи. Шикарно.